еңбек нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардағы микрокредиттеу 2017 жылы алғашқы рет іске асырылды. Қалалар мен моноқалалардағы қолдау құралдарын басқару ұлттық экономика министрлігіне, ауылдық жерлерде және шағын қалаларда ауыл шаруашылық министрлігіне жүктелген. Жаңа микроөнеркәсіптерді құру және қолданыста бизнесті кеңейту үшін қалалар мен ауылдарда жұмыссыздар мен өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтарға, сондай-ақ жаңа және жұмыс істеп жүрген кәсіпкерлерге микрокредиттер беріледі. Соның сыйақы мөлшерлемесі 6%-дан аспайды. Кредит мерзімі 5 жылға дейін, оның ішінде мал шаруашылығы және ауыл шаруашылық кооперативтерін құру үшін 7 жыл құрайды. Қалалардағы және моноқалалардағы микрокредит сомасы 16,5 миллион теңгеге дейін және Астана, Алматы, Ақтау және Атырау қалаларында 20 миллион теңгеге дейін құрайды. 2018 жылдың нәтижелері бойынша. 2018 жылы қалаларда микрокредиттеуге 13,9 миллиард теңге бөлінді. Оның ішінде 6,1 миллиард теңге 5 әлеуметтік бастамалар шеңберінде қосымша республикалық бюджеттен бөлінген. Осылайша қала мен моноқалаларда 14,4 миллиард теңге сомасына 1311 жоба қаржыландырылды. Кепілдік жеткіліксіз болған жағдайда кәсіпкерлерге микрокредитті 85%-ке дейін кепілдендіру ұсынылады. Осылайша 2018 жылы 2,8 миллиард теңге сомасына 484 кепілдік келісім-шарт жасалды. Бұл әрбір үшінші несиеге кепілдік берілгенін көрсетеді. 2009 жылы қалаларда және моноқалаларда 2000 микрокредиттер беру жоспарлануда. Осы мақсаттар үшін республикалық бюджеттен 9,3 миллиард теңге бөлінді. Жергілікті бюджеттен 7 миллиард теңге бөлу жоспарлануда. Өзгерістер бойынша бағдарламаға 2018 жылдың 13 қарашасында үкімет қаулысымен өзгерістер енгізілді. Яғни бағдарламаға қатысушылар саны жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлермен толықтырылған. Бұрын жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлер бағдарламаға қатыса алмады. Енді мұндай шектеулерді алып тастауға байланысты берілген микрокредиттердің саны айтарлықтай артады. Өңірлерде микроқаржы ұйымдарын құру бойынша. Бұған дейін Қостанай, Жамбыл, Қызылорда, Маңғыстау, Түркістан және Қарағанды областарындағы микроқаржы ұйымдары құрылды. Бақытжан Әбдірұлы, сіз басқа да облыстарда микроқаржы ұйымдарын құруды тапсырдыңыз. Бүгінгі таңда микроқаржы ұйымдары Атырау, Павлодар, Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан облыстары мен Шымкент қаласында құрылған. Сонымен қатар ұлттық экономика министрлігі даму қорымен бірігіп микроқаржы ұйымдарын жұмысына қатысты микрокредиттеу қағидаларын жақсарту бойынша жұмыс атқаруда. Бақытжан Әбдірұлы, жалпы 2019 жылы бағдарлама бойынша қалаларда 2000 микрокредит беріледі. Микрокредиттеуді ұлғайту үшін барлық шаралар қабылдануда. Назарыңызға рахмет.